Жедел басқару орталығының қызметкерлерімен өткен 10 күн ішінде 756 жол жүру ережелерін бұзу жайттары анықталды. Оның ішінде қауіпсіздік белдігін тақпай 191, ұялы телефонмен сөйлесу 39, белгілемей жерлерде тоқтау 40, автокөлікті күнгірттеу 15, қарсы бағытқа шығу 6 жайттар анықталды. Түркістан қаласы Нышанов көшесінде 6 автокөлік қос сызықты басу жайттары анықталып, оларға қатысты шара қабылданды. Аталған автокөліктер айыптұраққа жеткізіп, көлік жүргізушілеріне қатысты Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 596 бабы 3 бөліммен хаттамалық толықтырылды.